Балдарын ауратыр ма? Қайға сызақ көрейін? Қайсындығынай. Папау! Бұл бүйіңірдің көрініші өтелі батыр. Ne aldı bu? Uzay su içti mi? Seviyesizlik mi o? Uzay su içiyor mu da? Yalan psikoloji şahrayım var. Doktor kazandı iş. Саламатсыз ба? Бұл жедел жәрдем берген. Мен балам ауырып қалған еді. Тамағы жөтеліп қайта тамағы ауырып отыр. Соған келіп көріп кетесіздер ма? Болды, жарайды, күтеміз. Рахмет. Қоңырауды біреу басып жатыр екен. Кім келді екен? Көрейінші бар. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Тез келіп қалдыңыз ғой? Доктор шақырған бетіңіз. Доктор шақырған ек. Тез келдіңіздер ғой. Жақсы болды ғой. Балам тамағы ауырып отқан еді, соны көру керек болып отыр. Жоқ, мен поликлиникадан келіп тұрмын. Маған Біржан ұлы Бегінұр мен Біржан қызы Аяжан деген бала осы жерде тұрады ма, екі балдар? Иә, осы үйде тұрады. Поликлиникадан айтты, что барып көріп кел балдарды. Сіздер вакцина салмапты, екі балаңыз. Сон балдардың жағдайын көріп, сіздерге бір ауыз айтайын дедім. Укол салсын вакцина. Қазір бір вирус жүріп жатыр екен. Жақсы болды ғой онда, как раз өздері де ауырып жатқан еді. Соны заодно емдеп берсеңізші. Жарайды, көрейін. Балаңыз қаяқта? Мына жақта жатыр залда. Балаңыз ба? Иә, осы балам ауырып жөтеліп жатқан еді. Қазір көрейін. Аты кім еді бұны? Бегінұр. Бегінұр. Не ол? Температура бар ғой сенде. Қатты сыватсың. Жөтеліп жатсың. Мол ғой вирус жүріп жатыр. Қазір бір вирус жүріп жатыр сондай. Ешқандай укол салуға болмайды бұл балдарына. Бұл балаңыз вируспен ауырған екен, мен лучше дәрі берейін, иә? Иә, маған емдеп жазып беріңізші. Тұра ғой. Маған қара, аузыңды аш. Ой, тамағың ісіп, қызарып кетіпті ғой, балам. Мұздай су іштің ба, не істедің? Жоқ, ішпеймін. Мұздай су ішкесің ғой сен, мүмкін емес қой. Жата ғой. Саған укол салуға болмайды екен. Мен саған дәрі берейін, е? Аяжан деген қыз кім? Диванда отырған қызым ғой. Сол келпеші дәрі берейін. Ой, рахмет, қызым. Папасы, мына дәрі. Иә. Осын дәрін қазір салам. Осын қазір ішіп қояды. Ішкеннен кейін жақсы кетеді. Ой, рахмет. Жата ғой. Жақсы кетесің. Температурасы түседі. Температурасы денесі қалтырағанын бәрін емдейтін дәрі. Құда қаласа ертеңнен бастап жақсы болады, азын жақсып ұйықтабасын. Мен мына балаңызға салмаймын. Дәрі беріп кеттім, келесі жол келіп салам. Қазірше бүгін Біржан қызы Аяжанға укол салайын. Жарай ма? Жарайды. Аяжан саған укол салады. Саламаймыз, жарай ма? Еш нәрсе де болмайды. Мен қыздарым жыламайды уколдан. Қорқпай ма уколдан? Қорқпайды уколдан. Дәу қыз ғой, ақылды қыз ғой, көрініп тұр ғой. Қорқпайтын көрініп тұр қызыңыз. Бұл вакцина. Бүкіл вирустарды, мына қазір балаңыз ауырып жатыр, бұл укол салсақ, мына балаңызға жұқпайды. Сол үшін салып жатырмын. Түсіндіңіз ғой, иә? Түсіндім. Шприцім шатасы қалды ғой. Міне.
Мынандай флаконда болады да. Так, қызым. Бисмиллахиррахманиррахим. Саласыз ба? Тұра ғой, тұрып салады ғой бұл уколды. Иә. Құйрығына салам. Аша ғой құйрығымызды. Уколыңыз дәу екен ғой. Укол дәу болып көріне береді, бірақ ауырмайды. Жай салып жатырмын. Ай. Болды ма? Қалай жағдайың жақсы ма? Я жақсы. Іш жерін ауыртқан жоқ па? Молодец. Папасы? Жан? Мен мына екі кішкентай балдарыңызға да салайын да укол. Вирусқа қарсы ма? Иә, бұл вирус. В общем, мынау балаңыз ауырып жатыр екен. Мына үшеуіне жұқпау үшін бұл вирусқа қарсы салатын вакцина. Жарай ма? Жарайды. Екеуіне де салыңыз онда. Болды, жарайды қазір. Бегнұр ұйықтап қалды ғой, Ол балаңыз ұйықтайды енді. Азында бірақ тұрады. Азында аттай болып тұрады. Бәр жері жазылып, ауырмай, жақсы болып тұрады балаңыз. Басын көтереді. Уайымдамаңыз, папасы. Жарайды. Айжан, нормально ма? Так. Қайсы балаңыздан бастайын? Бәрі ғой, қайсынан? Нұрайша. Нұрайша ма аты? Ой, Нұрайша бір сұлу қыз екен өзі. Нұрайша, тұра ғой. Құйрығына салады. Тұра ғой. Құйрығына сал жарайды. Жыламайсың ғой, құйрығын ашамыз. Жыламады ғой. Ой, молодец. Жылаған жоқ, молодец, Нұрайша. Нариман. Молодец. Енді Нариманға сал жеріңіз. Енді Нариман жігіт па? Қазір тағы бір шприцімді алайын. Сіздің шприцтеріңіз бәрі дәу екен, Енді бұл вакцина ғой. Мен өзім қолдан жасамаймын ғой. Бізге береді осы вакцинаны салыңдар деп. Мен салам. Врачтар балдарға кішкентай укол салатын еді. Сіздіңкі өңкей дәу укол екен да. Сауатқандарыңыздың бәрі. Үлкен қызыңызға дәу шприцпен сал. Бұлар одан кейін кішкентай балдарыңызға кішкентай шприцпен салып жатырмын. Мына вакцина алып құйып жатырмын. Кел ал, бала. Нариман, тұр. Құйрығына салады укол. Жылама, мағыма. Ой, Нариман деген жігіт па бұл? Батыр ғой, ол жыламайды. Қандай сұлу жігіт екен, я? Батыр Батыр жігіт ма бұл бұл. жігіт? Батыр жігіт, жыламайды. Кән құйрығында ашамыз. Жыламайды айттым ғой, батыр жігіт қой. Ой, молодец. Папасы, мен 3 балаңызға вакцина салдым. Жақсы вакцина мені. Мұндай су ұстауға болмайды айтпақшы. Түсінікті ғой, Жарайды. Рахмет сізге. Ауырмаңыздар, шипа болсын. Жақсы болып кеттіңіздер, құда қаласа. Доктор, маған да бір дәрі бермейсіз ба? Что-то тамағым ауырып сәл не отыр менде. Вирусқа қарсы. Жарайды, папасы, сізге де бір дәрі берейін. Қызым, папаңызға су әкеп беріңізші маған. Ой, рахмет, қызым. Қазір дәрімді алмаппын. Сумен бірге ішіп беріңіз. Рахмет. Рахмет. Доктор, осы уколдан кейін ұйықтап қалатын ба? Что-то бәрі ұйықтап қалды ғой. Ой, папасы, сіз жүдә уайымшыл екенсіз. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Ертең төртеу де аттай болады. Укол әсер етеді сөйтіп, ұйқыға келтіреді. Вакцина сондай, құда қаласа бәрі жақсы болады. Жарайды. Кешіріңіз,
Ау. Уборына барсам бола ма? Я, барып алыңыз. Сол жағыңыздағы бірінші есік. Мәссаған. Менің өзім ойындағыдай болды. Барлығын ұйықтатып тастадым. Енді бұлардың үйінде ақша болса, алтын болса ұрлау керек маған. Жақсы болды. Бәрі ұйықтап жатыр. Так, қай бөлмеге баруға болады? Жақсы болды, бәрі ұйықтап жатыр. Ұйықтап жатқан кезде ақшаларын, алтындарын ұрлау керек. Так, bu yoqda kiyimler, bu yoqda barda o'ynamay. Ақша, алтын, мәссаған. Бұлар бай екен ғой. Жақсы болды. Ақша керек болған еді маған қатты. Қалай бұлар алдан кіргісіп қалды мені? Олар скорый шақырған екен ғой бағана. Сөйтіп шатасты. Мен сол скорыйдан біреу келді деп ойладым ма, білмеймін. Так, анаяқтың кіре бершек көрткенімді көрейін. Дұрыстап, ол жақта да болуы мүмкін. Так. Аяқта бар екен бұяқтың. Барып мен тауып алдым. Ішінде ақша бар ма көрейін.